Соғыстың соңғы жесірі. Қадиша тағы да күтіп жатты. Жанындағы орыс кемпір қорылдап, ұйықтап қалды. Байқұс жақсы адам, ақ көңіл. Тек түнде қорылдайтыны қиын. Қадиша бұған да үйреніп, еті өлген. Екеуі бірнеше жылдан бері бір бөлмеде. Жетім қарттар үйінде бас-басына бір бөлме қайда. Екеуден кей бөлмелерде үшеуден төртеуден жататындар да бар. Ольга байқұс жатағын жиі ауыстырды. Басқа көршілермен сыйыспайды. Себебі қорылдайды. Қорылдың емі жоқ. Сондықтан көршілер үстінен арыз түсіреді. Жетімхана бастықтары оны басқа бөлмеге ауыстырады. Онда да тұрақтамайды. Тұрақтап байыз тапқан жері осы Қадишаның қасы. Түні бойы қорылдап шығатын кемпірді кім жақсы көрсін. Бірақ Қадиша ешкімге арыз айтқан жоқ. Өйткені Қадишаға бәрібір. Ол түн баласы ұйықтамайды. Қорылдап ұйқысы бұзылып жатқан жоқ. Ол күндіз мызғып алады. Түнде көз ілмейді. Ол күтіп жатады. Антына берік. Баяғыда абысына Ақшаймен ұрсып қалғанда 100 жыл күтемін деп қаны қатқан. Ақшай да кестіріледі марқұм. Несі бар? Қадишаның жүрегіндегі жараны тырнап, байыңды енді күтпей-ақ қой, енді келмейді деп. Сөйткен Ақшай да әлдеқашан өліп қалды. Қадиша әлі тірі. 100 жыл күтемін дегені Құдайдың құлағына шалынып, Қадишаның ғұмырын әдейі ұзартып қойғандай. Екі көзінің нұры сөніп бара жатқан болмаса, әлі әзір ешкімге масыл емес. Өзі жүріп тұра алады. Ольга да Қадиша шамалас қартайған кемпір. Қадишадан айырмашылығы семіздігі. Кәрі кісі де осынша семіреді екен-ау. Несіне жетісіп, не жеп семіреді белгісіз. Жетімхананың тамағы адам семіртетінде емес. Аста төк, дәнеңе де жоқ. Тамағы тақыл-тұқыл. Ольга домаланып қалған. Денесі іркілдек. Қорылдайтыны содан шығар. Қадиша кейде оны түртіп оятады. Ольга бауыздаған жылқыдай тым қатты қорылдағанда Қадиша қорқа бастайды. Үзіліп кетер мекен деп төсегінен тұрып барып жайғана түрткілейді. Анау шошып оянады. Әй, Ольга, бір қырыңмен жатсаңшы дейді. Орыс кемпір есін жия алмай, төсектен аяғын салбыратып отырып қалады. Әлден уақыттан соң, мен де қыр бар ма байқұс-ау деп, өз денесін өзі қос қолмен айналдыра сипалап шығады. Содан соң, о боже деп, болар болмас шоқынып, жастыққа қайтадан қисаяды. Терезеден бұлдырап жан-жағына кірпіктерін тікірейтіп оттар жылтырайды. Қадиша төсегінде отырып, сол жымың-жымың жылтырақ оттарға шала соқыр көзімен қадала қарап қалады. Сарғыш оттар арасынан кейде бір өшіп бір жанып, жасыл қызыл оттар көз қысып, ойнап тұрғандай көрінеді. Бұл көше қиылысындағы бағдаршам ғой, бірақ бөтен, мүлде бөгде дүние сияқты. Сол бейтаныс дүниенің арасынан өзі күткен мақсұт шыға келетіндей Қадиша терезеден көз алмай қалады. Аспан қараңғы. Сірә, күздің соңы шығар. Аспанды аждахадай аунақшыған қара бұлттар қаптайды да тұрады. Жауыны көп. Жаңбыр терезені тырсылдатады. Терезе жылап тұрады. Терезеден тарам-тарам жас сора-сора болып ағады. Қадишаның да іші уілдеп жылайды. Бірақ көзінен жас шықпайды. Жылай-жылай көзінің жасы сарқылып кеуіп қалған. Қадиша туасы ауылда өскен адам ғой. Жан-жағының бәрі аспанмен тірескен таулар болатын. Дүние әлемнің бәрі осы таулардың арасы ғана деп ойлайтын. Кейін мектепке барды. Сонда мұғалім айтты. Дүние бұл таулардың арасынан 1000 миллион есе үлкен. Осы таулардың ар жағында талай-талай елдер бар. Тілі басқа, түрі басқа адамдар бар деп. Адамдары құрмырсқадай құжынаған қалалар бар деп. Енді міне 80-нің сеңгіріне келген Қадиша сол қалалардың бірінде жатыр. Кішкентайынан көріп өскен таулар бұл жақта жоқ. Тауды сағынады. Көбінесе түсінде көреді. Ауылдағы мектепте Қадиша Мақсұтты тұңғыш рет көрді. Бірден жақсы көріп қалды. Екеуі бір партада отырушы еді. Содан ғой Қадиша қазір ұдайы ыңылдап ән салады. Жақсы құлын білінер жорғасынан, ғашық болдым мен саған 10 жасымнан. Мақсұт-ау қарағай, өмір өтіп барадай. Қадиша осылай деп Мақсұтын күтіп жатады. Мейірімсіз, безбүйрек Мақсұт келмейді. Міне, 60 жыл болды, әлі келмейді. Кейде Қадишаның өзін кінәлайды. Иә, бәленің бәрі Қадишаның өзінен болды. Бұған кінәлі неміс емес, соғыста емес. Дәл өзі. Мақсұтқа қатты еркелеуші еді, наздана беруші еді.
Екеуінің тұңғышы Жанат туғанда Мақсұт Қадишадан қалағаныңды айт. Сен маған перзент сыйладың. Қарымтасынан не сыйлайын деп сұрады. Сонау биік шыңның басында еңлік гүлі бар дейді. Соны сыйла деп назданды Қадиша. Содан сол Мақсұт еңлік гүлін іздеп кете барсын. Бір күн өтсін, 2 күн өтсін, 1 жыл өтсін, 2 жыл өтсін, 6 жыл өтсін, 60 жыл өтсін. Сол жоқтан Мақсұт әлі жоқ. Қадиша да қызық қой. Таулардың баурайында дүниеде сирек кездесетін кері қызғалдағы тұрғанда шыңның басындағы еңлік гүлінде несі бар? Өзінше еркелегені ғой. Тым назданып кеткен ғой. Тәлпіш деуге келмейді. Назды. Адам байғұс қол жетпеске құмар. Құмар да емес, құштар. Қол жетпеске құштарлықты Құдайдың өзі де қаламайды ғой. Анау Икар деген бір тафихус күннің өзіне жетем деп аспанға ұшып, күнге жақындай бергенде күйіп кеткен жоқ па? Аспанға ұшсаң ұш, бірақ күнге жақындап нең бар? Адамға нысап керек. Нысапсыз болсаң, налаға қаласың. Құдай нысапсызды қаламайды. Кері қызғалдағы тұрғанда еңлік гүлін аңсаймын деп Қадиша енді қаншама рет қасірет шекті. Бәлкім, Қадиша еңлік гүлін мүлде аңсамағанда шығар. Бақыттан бас айналғанда айта салған әзіл шығар. Бақыттан бас айналғанда жаман. Бақыттың өзі аялап баға білмесең, бақыт басыңнан ұшып кетуі оп-оңай. Соны соңынан түсінген Қадиша қазір сықырлауық темір төсектен аяғын салбыратып отырып, мына заман қай заман, қысқан заман, басымыздан бақ дәулет ұшқан заман, Мақсұт-ау қарағай, өмір өтіп барадай деп ызыңдайды. Абайсызда үйге кіріп кетіп қайтадан далаға шыға алмай, терезені тепкілеген ара сияқты ызыңдайды. Қадишаның темір төсегі терезенің түбінде. Көзі бұлдыраңқы, шала соқыр болса да мезгілді меңзей алады. Сыртқа үңіліп еді, қала шамдарының сары кірпіктері шаншыла тікірейіп тұр екен. Шам сәулесін бүркелемеген әлдене жыбырлағандай болды. Қалың шыбын қаптап ұшқандай. Шыбын ұшатын кез емес. Күн суықтан. Қар жауып тұр екен деп ойлады Қадиша. Қыс түсті. Бұл қыстан да аман шықсам, мүмкін Мақсұтты тірімде көріп қалармын деп қойды Қадиша. Қадиша Мақсұттан айырылғары бері қанша қыс өткеннен адасып қала беретін болды. Тек жетімхананың медбикелері оған бір уыс гүл ұстатып, туған күніңіз құтты болсын дегенде ғана өзінің 80-нің сеңгіріне келгенін, Мақсұтты көрмегелі 60 жыл өткенін аңғарды. Медбикелер берген бір уыс гүлді ұстап отырып, баяғы еңлік гүлі есіне түсті. Мақсұтты сол гүлге жұмсап жіберген ойына оралды. Ай сорлы басым, еңлік гүл менің не теңім, есіл-ердің обалына қалдым ғой деді. Терезенің ар жағында қардың қапалақтап жапалақтап жауғаны анық көріне бастады. Мұнарланып бұлдырап көрінгеннің өзіне көзмен емес, көңілмен сезді. Терезе сыртында бір шымшық қонғандай болды. Үстіне түскен қарды қанатын қағып, мамығынан қобыратып, сілкіп-сілкіп түсіріп тастап, әлденеге шиқ-шиқ етіп қойды. Онысын Қадиша анық естіді. Соқырлардың Құдай жанарын алса да сақ құлақ қылады. Адамның бір кемістігін бір жетістікпен толтырғандай болады. Баяғда соғыс жылдарында Қадиша Мүсірепқан қайнағасына таңғалушы еді. Мүсірепқан су қараңғы соқыр ғой, бірақ ауылдың адамдарын анандайдан алыстан танып қояды. Даусынан, жүріс-тұрысынан, тіпті пысылдап дем алғанынан, қақырып жөтелгеннен. Соқырлардың бір көзі қолындағы таяғы. Мүсірепханның алқорыдан кесіп алған қызыл-күрең таяғы болушы еді. Өзі салмақты, өзі қатты. Жолдасбек құрдасы білдірмей, бұқпалап келіп Мүсірепханның құйрығынан теуіп кеп кетпек болған. Ойнаған түрі, бірақ оған Мүсірепхан дайын тұрды. Ештеңе сезбеген боп аңқиып тұрады. Жолдасбек таяқ сілтер, жерге жеттау дегенде шалт бұрылып, артындағы Жолдасбекті алқоры қызыл-күрең таяқпен салып кеп қалғанда, Мүсірепханды бір теуіп қашық болған жөкең қара тұмсығына тас тиген төбеттей қыңсылайды да қалады. Мұны көріп тұрған Қадишалар ал кеп бір мәз болып күледі дейсің. Сөйткен Қадиша соқыр. Мүсірепханның қылығына күлген Қадиша енді өзі әзге айналды. Екі көздің алды тұмшаланады да тұрады. Кіреукеленіп былшық басып қалғандай. Орамалмен ары сүртеді, бері сүртеді. Ашылмайды. Жапалақтап жауған қар тыйылар емес. Кей-кейде ұйтқып-ұйтқып жел соққанда терезе алды ақ түтекке айналды.
Терезе алдына қонған шымшықтың мамығы қобырап кетеді. Шымшық шиқ-шиқ етеді. Қадиша құстың тілін білмейді. Білмесе де сезеді. Шымшыққа пана керек, жылы жер керек, тамақ керек. Ішке кіргізіп алайын десе, терезе жабық. Шынысы бітеу. Медбикелер таяуда ғана терезенің жыртығын жамап, тесігін тығандап, тас бекітіп тастаған. Қадиша көрші төсектегі кемпірді таяғымен түртіп оятады. Әй Өлга, түрәй, таң атты, стабай. Көрші кемпір темір төсекті безілдетіп, бері қарап ауыр аунап түскені де, не керек саған деп, қотыраш қазақшамен тіл қатады. Ана шымшықты қара, птица. Көрші кемпір бурыл шашы буда-буда болып, іш көйлегімен төсектен ырғала тұрып терезенің алдына барып, Қадишаның үстінен асыла сыртқа үңіледі. О боже, бедняшка замерзла дейді, даусы бақыраңқырап. Нет, это не воробей, шимшек емес ол, енді не байқұсау. По-моему, Волга. Ыбылғы деген не тағы? Оныке ұясы бұта күшында. Құдай, зарғалдақ десеңші. Судың жағасында өрім талдың бұтағының ұшына ұя салады. Біздің сайларда көп болушы еді. Ольга аздап қазақша біледі. Қадиша аздап орысша біледі. Сөйтіп-ақ 5 жылдан бері бір-бірін түсініп-ақ келеді. Түсінбегенмен, ыммен қимылмен жеткізеді. Үкіметтің мұнысына да шүкір. Қартайған ғаріптерге, қарт жетімдерге жетімхана тауып берген. Әйтпесе Қадиша кімге сыяр еді? Қартайған абысыны, соғыстан жалғыз ұлы қайрақ қайтпай қалған Гүлшапия табан қайнысының босағасында жатып жаназасы да шығарылмай, иманында үйірілмей, ит өліммен дүниеден өтіп кетіпті. Мақсұт пен Қадишаның шексіз махаббатынан қалған жанат тірі болғанда Қадиша бүйтіп жетімханада жатпас еді. Медбике Гүлбану келіп, Қадишаның көзіне дәрі тамызды. Көзінің қышығаны сәл саябырлады. Көп жаса қызым, бақытты бол деді Қадиша. Бірақ сәлден кейін қайта қышығанда, қу жанымды қоярға жер таба алмаймын. Бұл соқыр көздің қышымасын бір жолата жоятын дәрі табылмай ма, қарағым дейді. Гүлбану не дерін білмей қалады. Әзірге табылған осы. Бұдан күштісі бар ма жоқ па, оны дәрігерлер біледі. Бұл бар болғаны медбике. Апа, шыдай тұрыңыз, табылып қалар дейді Гүлбану. Сөйтші қарағым, әйтпесе соқыр көзім не шікәрім жұлып алып тастағым келеді. Осыны ойып алып тастаса қайтеді. Ондай амал жоқ па қарағым? Олай демеңіз апа, көзіңіз жазылып кетеді. Дей салды Гүлбану оған сенбесе де. Жақсы сөз жарым ырыс. Қадиша көзін ойғызып тастау райынан қайтқандай болды. Сыртта боран екілене түскендей. Сыртқы дүние тұп-тұстан түнек. Түнек Қадишаға таңсық емес. Ол түнекке үйренген. Боранның үдегенін азынаған, боздаған үннен терезеге лекілдете соққан екпіннен сезеді. Құлағы сақ. Көз орнында Құдай құлақ берген. Ақ дауылдың уілінен Қадиша ғарыш күйін тыңдайды. Ондай күйді Қорқыт ата да Ықылас баба да шығар алмаған ау. Арқаның ақ дауыл күйі басқаша ғалами күй. Аспандағы мың-миллиондаған әруақтардың қосылып айтқан қорындай, әрі таңғажайып, әрі қорқынышты. Бір жағынан сол хор айтушылардың арасынан болғысы келеді. Бір жағынан сұп-суық беймәлім дүниеден шошынады. Шошынса да бір ынтызарлық басым. Бәлкім сол хор айтушылардың арасында Мақсұт та бар шығар деген сиқырлы үміт. Сені 60 жыл күттім Мақсұт. Бұл сұм дүниеде келмесең келмей-ақ қой. Енді мен сені ана дүниеден, шын дүниеден іздеймін. Әдірем қалғыр деп қояды Қадиша, ызасы келгенде. Артынша сүрленген сағыныстан іші бауыры елжіреп, ақ дауылға қосылып, ыңылдап ән салады. Ольга кемпір басын көтеріп, сен не заргалдак, сен не вола что ли деп қояды. Әй, ыбылғы өзің ыбылғы, қараң қалғыр деп Қадиша жастыққа қисая кетеді. Сөйтіп жатып өзге бір өмірдің өзегіне кіріп кетеді. Баяғы өзінің қоржын там екен дейді. Баяғы мың бұлақ. Қоржын тамның жамау терезесін тарсылдатып, шақпақтың ақ бораны азнап тұр екен дейді. Жарықтық, шақпақтың бораны ерінсе 2 күн соғады. Желіксе 7 күн тұрады деп қояды Қадиша. Бір кезде сықырлауық есік өзінен өзі ашылып кетіп, қарлы жеп, лап етіп, үйдің жылуымен араласып, ақ буға айналады. Ақ буалдыр арасынан мұнарлатып бір сұлба байқалғандай болады. Мақсұтпысың дейді Қадиша. Есікті жаба келсеңші, үйдің іші суып кетті ғой.
Мен сені келеді ғой деп күтіп жатыр едім. Жақсы болды ғой. Мен сені еңлік гүлін іздеп кеткен екен десем, соғысқа кетіп қалыпсың ғой. Сен қайтып келсең той жасаймын ғой деп, бір құнан қошқарды бордақылап жүредім. Бұйырған екен, жақсы болды ғой. Солба үндемейді, не бір жылжымайды. Қадиша өзі барайын десе орнынан тұра алмайды. Қараң қалғыр қу кәрілік-ай. Бұламық шейін деген асым ба еді, 88 жасайын деген жасым беді. Мешел боп қалдым, Мақсұт. Көзім де көрмей қалды. Бірақ мен сені танып жатырмын. Жылап тұрсың ғой, неге жылайсың? Қайта қуанбайсың ба, аман есен? Өз үйің, өлең төсегіңе оралғаныңа. Солба үн қатпайды. Қадиша екі көзін уқалап-уқалап қайта қарады. Солба дегені қатып қалған мұз сияқты. Мұз адам болса ол есікті қалай ашты? Әлде әруақ па? Елес шығар. Бірақ толғасы Мақсұттан айнымайды. Әй, кімде болсаң жақындасаңшы бері. Шыннан қатып қалған мұзсың ба, адамсың ба? Солба не сөйлемейді, не жылжымайды. Егер Мақсұт болсаң тыңда, әңгіме көп, әлі есім дұрыс. Есептеп жүрмін. Мен сені көрмегелі 60 жыл болды. 60 жыл. Сенен қалған жалғыз қыз Жанат, бой жетіп, оны теріс қағандағы бір бақа қаңлыға ұзаттық. Одан бір ұл туды. Атын Арман қойдық. Көп ұзамай әкесі көкпарды аттан құлап, мойны үзіліп өлді. Артынша Жанат қызың ауырып өлді. Күйіктен өлді-ау деймін байқұс. Кішкентай Арман менің қолымда қалды. Ешкінің сүтін беріп асырап, итшелеп жүріп өсірдім. Фамилиясын Мақсұтов деп жаздырдым. Жалғыз сиырды сатып оқуға түсірдім. Оқуында бітірді. Жұмысқа Арқалық деген қалаға жіберді. Жұмысқа тұрып, мені Арман өз қолына алды. Күнкөрісіміз тәп-тәуір болды. Арман немеремді айтамын. Сол Арман бизнес деген жерден ақшаны көп тауып, байи бастадық. Әнемне үйленем деп жүргенде, бақталастары онда өлтіріп кетті. Айдалада елден, туған жерден алыста жалғыз қалдым. Не деген жалмауыз едім. Жан-жанымның бәрін жалмап болдым. Мақсұт, жылай-жылай екі көзім соқыр болды. Енді жылайын десем көзімнен жас шықпайды. Қуарып, суалып қалды. Соқыр кемпірді үкімет жетімханаға өткізіп жіберді. Енді жатырмын қазынаның үйінде. Осыны айтып бола бергенде, Ольга оны түртіп оятып жіберді. Қадиша есеңгіреп, аңырап біраз отырды. Жаңа ғана Мыңбұлақтағы қоржын тамда жатыр еді. Енді міне, Ақордадағы жетімханада отыр. Неге ояттың деп ұрысты Ольгаға. Әдемі түс көріп жатыр едім. Мақсұт келіп еді. Ой, извини, пожалуйста. Үйелмендей семіз кемпір өртене жаздап қызарып кетті. Ұяттан беті қызарған адамда иман бар. Сенікі ұйықтап жатып сөйлеген, қатты жылаған. Содан мен оятқан. Әй, сорлығар, мен жылаған жоқпын. Міне көзімде жастығымда құп-құрғақ. Қайда жылаған деп, семіз кемпірге өкпелегенде терезе жаққа бұрылды. Дүлей боран басылғанын сезді. Күн бұлттан шыққан ба деп қалды. Терезе сырты қыбыр-жыбыр тіршілік белгісі бар. Ағылып жатқан мәшинелер аусыра. Мәшинелер ағылып жатқан жолдың бер жағында қарайып адам сияқты бірдеңе көрінеді. Адам дейін десең адамнан әлде қайда үлкен. Қадиша оны бұрында байқайтын, бірақ не нәрсе екенін ажырата алмайды. Діңгекпе дейді, электрдің үйшігіме дейді. Әрі десе де күн тынжырамайды да тұрады. Кейде тұман, кейде боран. Бүгін ғана күн жарқырап ашылғаны, бірақ бәрібір Қадиша әлгі заттың не екенін ажырата алмайды. Көзінің алды бұлдырап сол қарайған біресе алыстап, біресе баяғы қалпына келіп, мұнартып қана байқалады. Ал бүгін оны Қадиша қалшиып қалған Мақсұт па деп қобалжыды. Жаңа ғана өз ұрысқан көршісіне бұрылып, әй Ольга, анау не, сенің көзің сау ғой деді. Ольга аңыранып келіп терезеге үңілді. Ол қайсы не сұрайды? Әне ұп-ұзын, қарайып қозғалмай тұр ғой. Қалай енді? Памятник неизвестному солдату. Солдат дейді, қандай солдат, тірі ме? Нет же, памятник. Ну, қазақша білмейді, темір солдат. Үлген білді. Үлген солдат. Қадиша шамалады. Енді шамалады. Қараң қалғыр, ескерткіш десеңші. Мен Мақсұт па деп қалсам, әлгінде түсімде ол да осылай мелшиіп тұрды да қойды. Ольга соқыр көршісіне қарап тұрып, бедняшка деп өз төсегіне барып отырды. Қадиша соқыр көздерін ескерткішке қадалды да қалды. Бұрын қалай байқамаған. Далаға шығып жүруге жараса, сол ескерткіштің түбіне барып отырар еді.
сипап көрер еді. Бәлкім өзі білетін бір-екі ауыз дұғасын оқыр еді. Бірақ дәл қазір бармай-ақ қойғаны да жөн. Өйткені ескерткіш кейіпсіздеу, жырым-жырым. Оны әуелі гипстен құйып, сыртын жез қаңылтырмен қаптаған ғой. Сөйткен осы таяуда ғана жез қаңылтырдың әлдекімлер сыпырып жыртып алып кетіпті. Жезді, мысты, қалайны, сым темірді қымадай қиып, сыпырып сиырып алып кететін заман шықты ғой. Сатады екен. Сирағыңды сындырып сатқырлар. Ақша төлесе сирағын сындырып сатар-ау. Сатылмаған не қалды? Қадиша оны білмей-ақ қойғаны жақсы. Көзі алғанша Құдай адамның өзін алғаны жақсы деп қойды Қадиша, шинелінен айырылған ескерткішке қадалып отырып. Бір нүктеге қадалып қарай берсең, жансыздың өзі жаны бар сияқты болып кетеді. Мүмкін әлгі медитация деген шұғылданатын көріпкелдердің фәни дүниеден әлдеқашан өтіп кеткен аруақтармен сөйлесіп жүргені осындай шығар. Қадалып қарай берген соң Қадишаға әлгі жалаңаш ескерткіш қимылдағандай болып сезілді. «Әй, Ольга», деді көршісіне. «Что тебе, старая? Қарашаны, памятнигің тірі адам сияқты қимылдайды. О, боже, еще этого не хватало», деп Ольга төсегінен дөңбекше аударылып, ахлеп-ухлеп, Қадишаның үстінен артылып терезеге үңілді. Түк те қимылдамайды. Төбесінде шымшық отыр. Сол шошаңдай береді. Содан саған қимылдағандай болып көрінеді. «Может, это и Волга. Зарғалдақ сонда отыр ма? Мен білмейді. Зарғалдақ, а может быть, Боровей». Қадиша ойланды. Қыста зарғалдақ мұнда қайдан жүреді? Ол жазған Мыңбұлақтың сайларында өрімталдың солқылдақ шыбықтарының ұшына ұя салып зарлап отырушы еді. Астында мөлдір бұлақ ағып жатады. Солқылдақ нәзік бұтақтың ұшына ұя салуға мәжбүр еткен сұр жылан ұясын талқандап, жұмыртқасын жеп қояды. Бәлкім зарғалдақ Мақсұттың жаны шығар. Өлген адамның жаны әлдебір мақұлықтың, жануардың біріне ауысады деседі ғой. Әйтпесе қыстың күні арқада зарғалдақ жүреме? Кеше ақ түтек боранда неге ол менің тереземнің алдынан кетпей қойды? Мамығын жел жылмалап, қобартып қалтыраса да кетпей қойды. Мен сорлы соны неге түсінбедім? Терезені ашып жіберіп, үйге неге кіргізіп алмадым? Медбикелер терезенің саңлауынан мақтамен тығындап желімдеп тастап, ашпаңыз деп ескертті, бірақ сірә күн батып кеткен шығар. Өйткені ескерткіштің ар жағындағы көше бойындағы қызыл-жасыл оттар көз қыспақ ойнай бастады. Қараң-құраң әлденелер қимылдайды. Мәшінелер болар, адамдар да жыбырлайды. Кілең сұлбалар анық айқын көрінбейді. Ескерткіште қимылдап тұрғандай болады. Төбесінде шошаңдап отырған зарғалдаққа көз жетпейді, көрінбей қалды. Тым кішкентай ғой. Ол шыннан Мақсұттың рухы болса да, онда ескерткіште Мақсұтты болғаны ғой. Оның ғазиз басы соғыстың қай жерінде қалды екен? Моласы белгісіз болған соң, рух зарғалдақ ескерткішін іздеп тапқан ғой. Рух жүйрік, рух зымыран. Сталинград пен Ақорда арасы зымыран зарғалдақ үшін пішту қас қағым сәт. Қадиша осылай ойлап отырғанда ескерткіштің төбесінен бір шоқ оқтай атылып ұшып терезенің алдына келіп түсті. Зарғалдақ екен. Қадиша Мақсұттың өзін көргендей, кәрі жүрек кеудесін дүрс-дүрс соғып қуанып кетті. Терезенің шынысын сексеуілдің жігерінде семіп қалған саусағымен тықылдатып, «Мақсұт, сенсің ба? Аман есен келдің ба?» деді. Екеуінің арасы терезенің қырау тұтқан шынысы ғана бөліп тұр. От бейнелі зарғалдақтың жылуынан қырау еріп, шыны бойынан жас сорғалады. «Сен жылап тұрсың ба, Мақсұт?» деді Қадиша. «Мен де жылап тұрмын, бірақ көзімнен жас шықпайды. Көзім суалған. Өмір бойы жылай-жылай көз тамырым тартылып қалған. Ерлері соғыстан қайтпаған мен құралпы, келіншектер кейін байға тиіп алды, бала сүйді. Тіпті әмеңгерлік жолмен жасөспірім қайнылармен некелесіп, 10 бала тапқандары да бар. Ауылдың ақсақал көксақалдары жиналып келіп, маған да сөз салды. Ана Шалабай сенің қайның, соғыс біткелі талай жыл болды. Мақсұт тірі жүрсе келер еді. Бәрі Құдайдан. Уақыт болса жүйрік, өмір өтіп барады. Дәуренің барда Шалабайға тиіп ал деді. Мен, Мақсұт өлді деп естіп едіңдер. Бір жапырақ қара қағазда жоқ, үмітсіз шайтан деген. Мақсұт келіп қалса, мен Шалабай шірікке тиіп алсам, не бетімді айтамын? Байсырап кетіп едім деймін бе? Жер басып қалай жүремін дедім. Сақалдары селтиіп үн-түнсіз тарап кетті. Ақ таяғын бөксесіне басып алып, бөкірейіп жүретін Әбіш қайнаға, болмады,
болмады қойыңдар деп шалдарға сөз билетпей тоқтатты. Сөйтіп мен сені 60 жыл күттім Мақсұт. Кенет зарғалдақ аспан тілінде әндетіп, жүр кетейік Қадиша деді. Қайда байқұс-ау, Мыңбұлаққа ма? Мыңбұлақтағы үйің құлап қалған, мұржасынан түтін шықпайды. Үнсіз меңіреу. Ауыл басқа жақтан көше салып қойған. Сені мені білетіндерден қазір көзі тірі ешкім жоқ. Кейінгілер бізді танымайды, сонда кімді пана тұтып барамыз? Бізді білетіндердің бәрі қазір аспанда деді. Зарғалдақ әндетіп. Әндетпесең сөйлей алмайтын болғансың ба Мақсұт? Деді Қадиша, қобырыңқырап қалған бурыл шашын көк тарақпен тарап отырып. Бұрын үсті басына мұқият қарай беретін Қадиша кенет сыланып сипана бастады. Сенің жалғыз қызыңның туған немерең Арман мені бір күні театр дегенге алып барды. Сонда көрдім, артистердің бәрі ән салып сөйлеседі екен. Опера деме, аспанда сонда Қадиша. Ондағылар әндетіп нәзік әуен салып сөйлеседі. Онда ақырып жекіру, дөрекі қатты сөйлеу деген болмайды деді. Мақсұт тағы өте жағымды, жүрек жылытар үнмен. Кетейік Қадиша. Қайда байқұс-ау? Жанат жұлдызға. Менің мекенім сонда. Менің қанатым жоқ қой Мақсұт-ау. Қанатсыз ұшасың. Менің кемпір қосақ деген пырағым бар. Соған мініп аламыз. Мені медбикелер далаға шығармайды ғой. Терезені аш. Құлап кетем. Құламайсың. Құласа тек сенің қабың ғана құлайды. Өзің кемпір қосаққа қарғып мінесің. Мақсұт айтса Қадиша неге көнбесін? Терезенің тұтқасын тартып еді. Желімдеп қойған ақ қағаздар дар-дар етіп. Терезе ашылды да, жаздан бері леп кірмей, тымырсық тұрған бөлмеге ызғарлы салқын ауа лап қойды. Ольга кемпір баж ете қалды. Что ты делаешь, старая? Сөйткенше болмады. Терезенің сыртынан құлпыра бір от жарқ етіп, шұғыла шашып, доғаша иіліп тұра қалды да лезде аспанға көтерілді. Қыстың күні аспанның о шетімен бұл шетіне дейін иіліп тұрған шұғыла кемпір қосақты көріп, бүкіл қала шуылдады. Астапыралла деді мұсылмандар. Господи, Господи деді христиандар. Мешіттерде азан шақырылып, шіркеулерде қоңырау күңіренді. Ақыр заман деп шулады адамдар. Қыстың қақ ортасында ақ қар көк мұзда кемпір қосақ иілгенін кім көрген? Құлпырма шұғыла бірте-бірте дөңгелене берді. Ұшатын табақ. Летающая тарелка. Бәрі де қала азан-қазан болды. Жетім қарттар үйіне полиция кезде үймелеп қалды. Мәшінелер қиқуынан құлақ тұнды. Полиция терезенің тұсында жаңа жауған ұлпа қардың үстінде жатқан адамды көрді. Шалқасынан құлапты. Бурыл шашын жаяу боран желбіретіп тұр екен. Адамдардың аң-таң қалғаны, құлаған кемпірдің жүзі балбұл жайнап, келіншек кездегідей құлпырып, күлімсіреп жатыр екен. Кейін оны мәйітханаға апарып, арулап жуғанда да, бет-аузын массаждағанда да, езуінен әлгі күлкі нышаны өшпей қойды. Әңгіменің соңы. Әңгіме авторы Шерхан Мұртаза.